Адам жылап келеді, жатады жұрт жұбатып. Адам жылап кетеді, өзгелерді жылатып. Пәни дүние, іңгәләп дүние есігін ашқан әр пенде, Алланың бұйрығымен тал бесікте тербеліп, өсіп өркендеп, сынаққа берілген қысқа ғұмырда несібесін теріп жеп, маңдайға жазылған ғұмыры аяқталған сәтте жер бесікте мәңгі бақи әлдиленетіні даусыз. Өмір атты аумағын жан баласы әлі күнге есептеп шығара алмаған өлкеде, жүрегімізде мәңгілікке сағыныш болып тұрақтап қалған саялы бәйтерек әкеміз қуанышып Қыдырқожа Бүркітұлының о дүниеге аттанғанына да 1 жыл уақыт өтіп кетіпті. Мейлі қанша жыл өтсін, көкірек қойнауындағы кең сарайда әкеге деген сағыныш үні сыбызғыша сайрайды да жатады. Періштелердің бәрі көкте, біздің де алтын діңгегіміз, ақылшымыз жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып, біз үшін үнемі алаңдап жүретін асқар тау әкеміз арамыздан жыл бұрын жырақтап, шешусіз көк әлемінің жұмбағы атанды. Адам баласы дүние есігін айқара ашып, өмір атты теңізге бет түзейді. Бет алса, Алланың өлшеп берген ғұмыры, сол ғұмырды абыроймен өткізу, ол кез келген адамның қолынан келе бермейтін үлкен міндет. Адам атына лайық болу үшін халқына адал қызмет етіп, ұрпағының сүйіспеншілігіне бөленген, өзінің ұстамды да шыдамды мінезімен айналасына сенімділік орнатып, ел алғысын алған әкеміз Қыдырқожа Бүркітұлы сондай жанның бірі еді. Қуанышып Қыдырқожа Бүркітұлы 1950 жылы 28 қазанда Мақат ауданы Дассор кентінде руы шеркеш, қойыс, ақылектен тараған әулетте дүниеге келген. Әкесі Бүркіт ұзақ жылдар құрылыс мекемесінде бас есепші қызметін атқарған. Анасы Сариева Бақтылы да осы мекемеде еңбек еткен. Қыдырқожа Бүркітұлы жанұядағы 8 баланың үлкені болғандықтан, атасы Салық пен әжесі Әбіштің бауырында болып тәрбиесін көп көріпті. Салық ата көпті көрген, қайратты, еңбекқор, әңгімешіл, жыр-дастандарды жатқа айтатын, әсіресе тарих пенен шежірені терең біліп тарқатып, білгенін тұңғыш немересінің құлағына сіңіре беріпті. Бала кезден естіген әңгімелері ұмытылмайды ғой. Қыдырқожа ағамыз да атасынан естіп білгенін кейінгі ұрпаққа айта жүретін. Адамшылығы артып тұрған кісінің арманмен алға ұмтылмауы, қиялмен қанат қақпауы мүмкін емес. Жасынан алғыр, пысық, еркін өскен ағамыз математика, физика пәндерін ұнатып, Белинский атындағы орта мектебін жақсы бітіріп, Алматыдағы Қазақ ұлттық политехникалық институтқа түседі. 1974 жылы мұнай инженері дипломын алып, өзі туып өскен мұнай иісі аңқыған Дассорда еңбек жолын мұнай газ өндіру басқармасында мамандығы бойынша оператордан бастап, мұнай өндіруші шебері, смена басшысы, аға технолог жұмыстарын еңбекқорлығыменен, білімділігіменен атқарып, басқа да қызметтерде сатымен көтеріліп, Гурьев қаласындағы Ембі мұнайгаз бірлестігіне шақырылып, аға инженер болып келді. Өмірдің мәні көп жасағанда емес, көпті көргенде. Қарапайымдылықты жақсы көретін әкеміз одан әрі 30-дан енді ғана асқан шағында Ембі мұнайгаз бірлестігінің
оқу комбинатының директоры қызметіне тағайындалады. 1992 жылдан бастап Қыдырқожа Бүркітұлы ағамыз Атырау облысының райондарында орналасқан мұнай-газ басқармаларын дамытуға атсалысып, прорва мұнай өндіру, Құлсары мұнай өндіру басқармаларында бас инженер қызметінде және Қайнар, кейінірек Доссор мұнай-газ басқармаларының бастығы қызметін абыроймен атқарды. 2001 жылдан 2014 жылы зейнеткерлікке шыққанға дейін жаңадан ашылған қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау департаментін абыроймен басқарып келді. Қыдырқожа Бүркітұлы ағамызды мұнайлы ембінің алғашқы өндіріс экологы деп атайды екен. Еңбектен қол үзбей жүріп, 2001 жылы Алматыдағы Рысқұлов атындағы ұлттық экономика университетінде диссертацияны қорғап, экономика ғылымдарының кандидаты дәрежесіне ие болды. Қыдырқожа Бүркітұлы ағамыздың еңбегін ұжымдастары ғана емес, өндірісті қадағалайтын мемлекеттік өкілдері де жоғары бағалаған. Осылайша Қыдырқожа Бүркітұлы ағамыз қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экология саласының үздігі төс белгісімен марапатталды. Еңбек еткен Атырау облысының Мақат, Жылой, Қызылқоға аудандарының құрметті азаматы атанды. Қыдырқожа Бүркітұлы ағамызды кәсіби саладағы жетістіктерімен қатар, балалық шақ, студент кездегі достарын әрдайым қадірлеп, достығын жылдарға, қашықтықтар мен өзгерістерге қарамастан өмір ұзағына өзгеріссіз сақтай білді. Еңбек жолындағы алғашқы жұмыс күндерінен тапқан құрбы құрдас амандастарыменен, жанұялық достарыменен, ағайын туыстарыменен қарым-қатынасы үлгі аларлықтай еді. Өмірге деген көзқарасы, сирек кездесетін жаңаға ашықтығы, ерекше қонақжайлығы бей-жай қалдырмады. Елге қызмет ете жүріп, отбасының орнықты дамуын ойлаған Қыдырқожа ағамыз жұбайы Гүлфара екеуі 50 жылға жуық бақытты, тату-тәтті өмірде 4 ұл қыз тәрбиелеп өсірді. Балдарының тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, оқуына күш аямай, қолдан келгенше жағдай жасап әрдайым қолдағаны жақсы мәлім. Бүгінгі таңда ол қыздары, немере жиендері, бауырлары, құда жекжат, тума туысқандары, жолдастары өнегелі өмір кешкен, көпке үлгі болған Қыдырқожа Бүркітұлын сағына еске алады. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сен, досыңмен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқың. Сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған, дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа барма. Өзі берген өмірін өзі алған. Жыл толды өзіңдәке көрмегелі, ортада сіз жоқ деуге сенбегелі. Көңілге медеу тұтар бұл да болса, ошақтың оты лаулап сөнбегені. Тіршілікте дос туысын жинаған, көрсеткен бар жақсылық келген қолдан. Жол сілтеуші қамқор болып бауырға, ескілердің көзі болып, сыйлы болған ауылға.
Әке барда дастархан жиі құрушек, ақылы мен бар ынтасын ұғушек. Жан жары, ұрпақтары, дос жаран құда жекжат тумалары еске алып қастерлейді, дұға тілеп. Әрине, өмір деген өтпелі екен, жазмыштан ешкім асып кетпейді екен. Жан әке, жатқан жерің жарық болып, жарқын бейнең ешқашан кетпес естен. Мезгіл ай, бір жыл болып қалғаныма, мәңгілік мекеніңе барғаныңа, жыл бойы еңсемізді көтер алмай мұңайып жүрміз қайғы салмағына. Өзіңсіз өмір сүру қиын екен, сыймайсың даладайын үйіңе кең. Батты деп жамбасыңа сызды жерің, алуан ой қамауға үйір екен. Бос тұрған орныңыз не дегізбейді, қиялымыз өзіңіздей, өріздейді. Асыл бейнең көңілге болып медеу, көңіліміз қайта-қайта сіз тістейді. Өзіңізді көріп, көңіл сарайында, болғандай жүрегіңіздің арайында, іздейді жолдастарың ізгі ниет, іздейді барша бауыр ағайында. Тірісіз ойлы жүрек жүздер үшін, тірісіз мыңдар үшін, жүздер үшін, тірісіз бауырларға санамызда. Тірісіз қайран әке біздер үшін. Біздер үшін. Сіздің адалдығыңыз, азаматтығыңыз, бауырмалдығыңыз, қамқорлығыңыз көпке үлгеді. Иманың жолдас болсын, жаның жәннатта болсын, ардақты әке, қимас бауыр. Алла тағала сізді панасына алып алдыңыздан жарылғасын, жұмақтың төрінен орныңыз болғай. Басымызды сүйеп, қайғымызға ортақтасып келген барша жамағатқа ықыласымыз шексіз. Қайғы қасірет есіктеріңізді қақпасын, уықтарыңыз сетінемесін. Біз сізді сағынып жүрміз әкетай, ағатай. Әкем барда әміршім әулетімде, көретінмін тұлғасын тау ретінде. Арманыңа
кешікпей жету үшін. Тау тұрғаны жақсы ғой жау бетінде, тауың шөгіп қорғаның құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Бұйырып келте ғұмыр, келте көктем, еркелетер адамың ерте кеткен. Сол ғой әке, менің де анамның да, еңбекке ертереген телеткен. Тауым шөгіп қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Жатқан жерің жайлы, топырағыңыз торқа болсын.